Құрметті ата-аналар мен оқытушылар, сіздерге арналған дәріс. Педагог-психолог Сәрсенғалиева Майра Тұрарбековна, Ақтөбе автожол колледжі. Бүгінгі тақырыбымыз суицид туралы. Жасөспірімдерге жіті көңіл бөлінбейді. Ақтөбе облысында кәмелеттік жасқа толмағандардың өз-өзіне қол жұмсау деректері көбейіп кеткен. Жыл басынан бері 10 жасөспірім қаза тапқан, ал өткен жылы 7 жасөспірім өз өмірін қиыпты. 37 оқушы өзін-өзі өлтіруге әрекет жасаған. Облыс прокурорлары отбасында, мектептерде балаларға жеткілікті көңіл бөлінбейтіндігін айтты. Суицид латын тілінен өзін өлтіру, өзін-өзіне қол жұмсауға икемді адамның әрекеті. Былайша айтқанда, бұл адамның өзінің ішкі болмысына жасалған қатыгездігі, яғни жауыздығы. Суицид дертіне әдетте рухани әлсіз, психикалық тұрғыдан тұрақсыз адамдар шалдығады. Сондай-ақ, өз-өзіне қол жұмсауға күнделікті күйзеліс түрткі болуы да мүмкін. Қазақстан суицид бойынша әлемнің алдыңғы бестігіне кіреді екен, ал Орта Азияда бәйгенің басында келеміз. Елімізде әрбір 100 мың адамның 53-нің ажалы өздерінен болатыны анықталған. Нақтылай айтсақ, еліміз өкінішке қарай өзін-өзі өлтірушілердің жалпы саны жағынан әлемде 3-ші орынға, ал қыз балалар өлімі бойынша 1-ші орынға шыққан. Бұл Қазақстандағы суицид саны жалпы әлемдік стандартпен салыстырғанда өте жоғары деңгейде екендігін білдіреді. Суицидтік қауіпті топ: жастар, өз ара қарым-қатынас түрі бұзылғандар, жалғыздыққа ұшырағандар, күш көрсетуді әдет қылған девианттық немесе қылмыстық қылықтармен ерекшеленетін ішімдік немесе есірткі қолданатындар, өзін тым қатты сынауға алатындар, жеке басының қорланғанын немесе қайғылы жағдайды басынан өткізген жандар, өмірде алдына қойған табыстары мен күткен жетістіктердің сәйкес келмеуінен уайымға салынған жасөспірімдер, үздік синдром, ауыр науқастан немесе айналасындағылардың сырт айналуынан күйзелген жандар, өзін өлтіру жайлы әңгімелер, мысалы, мен одан да өзімді өлтіремін, осы тақырыпқа дауыстап қиялдану, менің ешкімге керегім жоқ, бәрібір мен ешкім сағынбайды деген тақырыптармен мазаны алуы, өнер немесе әдебиеттегі өлім мотивтеріне ден қою, өзіне ең қымбат деген заттарды таратып беруі, ата-аналарға кеңес: өмірде бәрін мінсіз ету мүмкін емес. Әрбір жас кезеңдеріне сай суицидалды белсенділік тән болады. Ол балалық шақ 12 жасқа дейін, жеткіншектік кезең 12-17 жас, жастар арасы 17-29 жас, ересектер арасы 30-35 жас, қарттық кезең 55-70 жас. Орыстың ғалымы Иван Павлов өзін-өзі өлтіруді мақсат рефлексін жоғалту деп түсіндірген. Осыған байланысты ол мақсат рефлексі әр адамның өмір мәні және энергия көзі. Өмір қызығы бір мақсатқа жетуге талпыну. Егер сол мақсатқа жете алмаса, басқа мақсатты көздеп, соған қол жеткізу, қызығу, ұмтылу. Соған байланысты біздің өміріміз гүлденеді және мәндене түседі. Егер адамның өмірінде мақсат жоғалса, оның өмірі мәнсіз болады. Сол себепке байланысты біз өлген адамдардың артынан қалған қағаздардан, олардың өмірлерінің мәні жоғалғанына байланысты, олар өз-өздерін өлтіруге мәжбүр болғандарын ұғынамыз. Бірақ адам өміріндегі мақсаттар саны шексіз. Тек Павлов суицидке барған адамдардың ешқайсында психикалық ауытқуы жоқ деген. Суицидалды мінез-құлықтың 5 типі бар: қарсылық, жанашырлыққа шақыру, қайғыдан қашу, өзін-өзі жазалау, өмірден бас тарту. Суицидалды мінез-құлық соматикалық, психикалық ауытқуы бар, тіпті сау адамдарда да кездеседі. Сондықтан өзін-өзі өлтіретін адамдардың барлығының психикасында ауытқуы бар деуге болмайды. Медициналық статистикаға байланысты адамдардың бір жартысын ақыл-ой кемсіз адамдар, бірін жақсы жүйке жүйесі тозған адамдар, бірін мазасыз адамдар десе, енді бірін өз эмоцияларын басқара алмайтын адамдар құраса, қалған бөлігін ешқандай психикалық ауытқуы жоқ адамдар құрайды екен. Суицидалды мінез-құлық тағы да балалар үйінде және толыққанды емес отбасында өскен балалар арасында жиі кездеседі. Сонымен қатар, отбасы аралық қақтығыс, әке-шешесінің айырылысуына да байланысты болады.
көктем, жаз, жыл мезгілдерінде сейсенбі күні суицид жасалу күні жоғары болады. Күз, қыс мезгілдерінде сәрсенбі, бейсенбі күндері суицидтің жасалуы төмен болады деп қарастырады. Өзіне өзі қол салу, мінез құлқы және сыртқы жоспарда көрініс табады, аяқталған суицидті біріктіреді. Өзіне өзі қол салу әрекеті дегеніміз не? Саналы түрде өз өмірін қандай да бір жолдармен қиюға бағытталған, бірақ соңы өліммен аяқталмаған іс-әрекет. Өз өмірін қиюға немесе басқа мақсатқа бағытталған әрекет қайтымды немесе қайтымсыз болуы мүмкін. Аяқталған суицид деп өлімге әкеліп соққан әрекетті айтамыз. Өзіне қол салу көріністері арқылы өзіне суицидтік ойларды, түсініктерді, көріністерді, күйзелістерді, сондай-ақ суицидтік тенденцияны олардың арасынан түпкі ой мен ниетті айқындауға болады. Суицидалдық ниет түпкі ойға ерік компоненті қосылған кезде шығады, яғни шешім сыртқы мінез-құлық әрекетіне көшуге дайын болу кезеңі. Өзіне өзі қол салу негізгі 3 топқа бөлінеді. Шынайы суицид, шындығында да өзін өзі өлтіргісі келетін адам. Қашанда жабырқау, дағдарыстық жағдай немесе өмірден бас кешу жайлы ой, өмір сүрудің мәні жайлы ойланып күйзелу жатады. Демонстративтік суицид өлуге дейін ниетпен байланысты емес, қайта өз проблемасына назар аудартудың әдіс құралы болады, көмекке шақырады. Жасырын суицид өзін өзі қол салу мінез қылығының бір түрі, бірақ қатаң мағынада оның белгілеріне жауап бермейтін. Сонда да сол бағыт пен қорытындыға ие болады. Бұл іс-әрекет көп жағдайда қауіп-қатер деңгейінің жоғары ықтималдығымен ұштасып жатады. Жасөспірім кезеңде суицидалдық мінез-құлықтың кейбір өзгешеліктері болады. Жасөспірімдер арасында ересек балаларға қарағанда өзін өзі өлтіруге әрекет жасау жиі кездеседі. Бірақ олардың аз ғана бөлігі өздерінің қойған мақсатына жетеді. Суицидалдық мінез-құлық бұл жаста көп жағдайда демонстративтік сипат, сонымен бірге бейбаламдық сипат алады. Ғалымдардың көрсеткенде тек қана жасөспірімдердің 10% ғана шынайы өлгісі келетінге ниет білдіреді. Ал 90% көмекке шақырған жанайқай. Қазіргі кездегі суицидтің себептері қандай? Әр суицидтің шығу себебі әртүрлі. Бірақ көп жағдайлардағы себеп ондай адамдардың иманның болмауы мен өмірдің қиыншылықтарын дұрыс түсінбеулерінде болады. Бұлар басты себептері, ал басқа себептердің барлығы осы басты себептерге тікелей тәуелді. Мысалы, сүйген қызбен ұрысып, немесе аралары ажыраған жігіттің өзін өзі өлтіруіне санасы ояу адам баласы үшін ешқандай ақылға қонымды себеп жоқ. Ақымақтықпен өз өмірін қияды. Суицидтің алдын алу үшін ата-аналар, мұғалімдер, психологтар мен әлеуметтік қызметкерлер, салауатты өмір салтын қалыптастырушы мамандар, бұқаралық ақпарат құралдары бірлесе жұмыс атқаруы керек. Яғни, ең алдымен алдын алу жұмыстары жасалу қажет. Жасөспірімдер мен жастар арасында осы тақырыпта дәрістер, әңгімелесулер, сұхбаттасулар, кеңес беру, сұрақ-жауап сияқты жұмыстардың көбірек жүргізілгені дұрыс. Суицидке баратын адамдар көбінесе ішкі жан күйзелісін басынан кешіреді, немесе қатты стресс жағдайында болады. Сонымен қатар психикалық аурулармен, көңіл-күй бұзылыстарымен, әсіресе депрессиямен зардап шегеді және болашақ өмір қызықтырмайтын болып келеді.